сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біз жаңа тақырыпты өтпес бұрын үй жұмысын тексеріп өтейік. Алдыңғы сабақта мен сіздерге табиғи ресурстар туралы бергенмін. Енді сол табиғи ресурстарды QGIS бағдарламасы арқылы тексереміз. Қазір қолдарыңыздағы телефондарыңызды алып, QGIS бағдарламасына кіреміз. Ал балалар, міне көрдіңіздер ғой, QGIS бағдарламасына кіреміз. Бірінші парольдарыңызды теріп, осы бағдарламаға кіріңіздер. Жақсы, ал балалар кірдік, енді ойынымызды бастаймыз. Бұл ойын бойынша аяулым бірінші орында тұр. Тездетіп жауап береміз. Жақсы, Мөлдір төртінші орынға көтерілді. Жақсы, жарайсың, Тұрар екінші орынға көтерілді. Тездетеміз. Келесі. Алима, Алпамыс. Мөлдір, жарайсың. Диназ екінші орынға көтерілді. Тұрар, жақсы, бірінші орынға көтерілдіңіз. Ал енді балалар, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, бұл ойын бойынша бірінші орын Алима, екінші орын Тұрар, үшінші орын Дилназ, төртінші орын Мөлдір. Ары қарай аяулым, Жігер, Алпамыс, Ерасыл, Саламат. Өздеріңізге көрініп тұр орындарыңыз, бірінші орында Алима тұр. Жарайсың, Алима, өте жақсы. Ал жақсы балалар, үй жұмысына белсене қатыстыңыздар, ендігі бүгінгі жаңа тақырыбымызға көшеміз. Жаңа тақырыпты мына бейне жазбадан бастаймыз. Әлемдегі тұңғыш ядролық қаруды 1945 жылы Америка құрама штаттары сынақтан өткізді. Артынша ақшқа қарсы тұру үшін Кеңес одағында ядролық қару жасауға кірісіп кетті. Атомдық сынақтарға бөлген 18 миллион гектар жерге бұрынғы Семей облысы, Павлодар және Қарағанды өңірінің жерлері кірді. Алғашқы ядролық қару 1949 жылдың 29 тамызында Семей полигонында сынақтан өтті. Куәгерлердің айтуынша жарылыс темір жолды қиратып, вагондар мен машиналар 50-80 метр қашықтыққа ұшып кеткен. Тұрғын үйлердің ешбірі сау қалмаған. Соққының күшін сынау үшін қойылған танкілер мұнараға соғылып, зеңбіректер майысқан металға айналған. Осылайша сынақтан өткізілген бомба жойқындығы бойынша америкалық бомбадан әлдеқайда асып түсті. Ал жақсы балалар, жаңа бейне жазбаны көріп өттіңіздер, яғни бейне жазбада не туралы айтылған? Кім айтады? Бейне жазбада Семейде болған полигон туралы айтылған, жарылыс туралы айтылған. Жақсы. Келесі сұрақ. Бейне жазбада не жайлы баяндалған? Алима айтады. Жарылыстан зардап шеккен адамдар жайында. Жақсы, рахмет. Отырыңыз. Ал жақсы балалар, яғни осы бейне жазбаны қорытындылай келе, сіздер түсіндіңіздер, бүгінгі біздің тақырыбымыз Семей полигоны тарихы, қасіретті беттері. Яғни осы Семей полигоннан зардап шеккен адамдарды, сол Семей полигоны туралы толық айтып өтеміз. Ал балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Семей полигоны тарихы, қасіретті беттері. Яғни сабағымыздың мақсаты Семей полигоны тарихы туралы біледі. Семей ядролық полигондағы сынақтардың адамдарға, қоршаған ортаға әсерін зерттейді. Қоршаған ортаның ластануы мен қоғамның экологиялық мәселесі туралы білімдерді тереңдетеміз. Бейне жазбаны толықтыра өтейік. КСРО заманда Қазақстан аумағында атом бомбалары сынағы өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп берілді. Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқыда адамдарға, жануарларға, табиғаттарға өте зияны тиіп отырды. Кейінірек бұл ядролық бомбаны жер астынан өткізуді тиімді деп санады. Бірақ алайда бұл ядролық сынақтың радиацияға зияны соншалықты мықты болғаны осы қоршаған ортамызға, адамдарымызға, олардың денсаулықтарына зиянын тигізіп отырды. 1949 жылы 29 тамызда ең алғашқы рет Семей ядролық полигоны атом бомбасы жарылған болатын.
бұл атом бомбасы таңғы сағат 7-де ешбір халыққа ескертілместен жарылған болатын. Сөйтіп бұл бомбаның қуаты 1945 жылғы Хиросимада жарылған бомбадан 3 есе көп болды. Яғни көп дегеніміз осы ядролық қару радиацияға әсері өте күшті болған. Ол біздің тұңғыш атомдық жарылыстың радиоактивті өнімдері аймақтың барлық елді мекенін жалып түсті. Осы сынақ туралы халыққа тек 1953 жылы ескертілген. Яғни осы сынақтан кейін біздің қоршаған ортамыз ластанып, адамдарымыздың денсаулықтары нашарлап, бұл елді мекенде патологиялық аурулар, рак аурулары өрши түсті. Жаңа айтып өткендей, осы ядролық бомбадан кейін бізде бұл жерде мутациялық ауруларға душар бола бастады. Тек қана бұл адам денсаулығына ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортамызға, жануарларымызға зиян келтіре бастады. Яғни мутация дегеніміз өздеріңіз білесіздер. Мутацияға ұшыраған кезде жаңадан туылған сәбилеріміз, екі басты сәбилер туылды. Жануарларға келетін болсақ, бір бұзау емес, екі бұзау бір-біріне жабысқан, сондай болып, сондай ауруларға душар бола бастады. Енді осы 1989 жылы осы халықтың жан айқайына шыдамаған Қазақстанымыздың қоғамдық қайраткері ақын Олжас Сүлейменов осы халықты осындай жағдайдан құтқару мақсатында Невада Семей қозғалысын құрып, халықты митингіге шақырған болатын. Сол халықтың жан айқайын сол жылдың 1989 жылдың 6 тамызында Семей облысының Қараулы ауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жариялау жөнінде ұсынысты КСРО мен ақш президенттеріне ұсынған болатын. Яғни бұл үндеуде халықтың үндеуі болатын. Бұл үндеуде былай делінген: сайын даламыз ядролық жарылыстардан қалтырап бітті. Сондықтан да оны ары қарай үнсіз қалу мүмкін емес. 40 жыл ішінде бұл жерде Хиросималар жарылды. Біз келешекті қауіп күтудеміз. Яғни біз болашақта осындай басқа елдер сияқты дені сау бала дүниеге келсін деп санаймыз. Егер де дәл осылай біз үндемей қала берсек, біздің бұл жердегі ұрпағымыз нашарлай түседі деген үндеуді КСРО ақш президенттеріне жолдаған болатын. Осымен олардың үндеулері теледидарларда, газеттер беттерінде жарияланып, түрлі елдердің парламенттері шешім қабылдай бастады, яғни сынақты азайту керек деген. Сонымен 1991 жылы біздің Қазақстанымыз тәуелсіздігін алып, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылы 29 тамызда Семей полигонын жабу туралы шешім қабылдады. Осымен біздің халқымыз айқын мақсаттарына жетіп, Семей полигоны жабылды. Ал енді балалар, олай болса, жаңа тақырыбымызды түсінгенімізді білу деңгейі тапсырмасы арқылы орындайтын боламыз. Білу деңгейінің тапсырмасы сіздерге экологиялық диктант берілген. Бұл диктантты біз жаңбыр тақтасында орындайтын боламыз. Яғни диктантта көп нүктелер берілген, сол жерге сіздер жаңағы бейне жазба негізінде көп нүктенің орнын толықтыруларыңыз керексіздер. Ал экологиялық диктантты бірінші бізде Дильназ жазамын дейді. Дильназ, мына көп нүктенің орнына стикер таңдап, осы жерге жауабын жазасыз. Айтып жаз. 1949 жылдың 29 тамызында. Ал енді келесі бізде жауап беретін Алима. Алима, көп нүктенің орнына қандай сөз қолдандыңыз? 1989 жылдың 28 ақпанында. Келесі бізде жауап беретін Аяулым. Аяулым, көп нүктенің орнына қандай сөз қолдандыңыз? Олжас Сүлейменов. 1991 жыл 29 тамыз.
Жақсы, жарайсыз. Келесі бізге жауап беретін Меруерт. Меруерт, көп нүктенің орнына қандай тиісті сөз қойдыңыз? Курчатов қаласындағы. Аха, жақсы. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі тақырыпты түсінгендерің белгілі. Яғни, біздің диктантымыз толық, дұрыс, нақты жауап берілді. Жақсы, келесі бізде балалар түсіну деңгейінің тапсырмасы Learning Apps платформасы арқылы тексеріледі. Яғни, Learning Apps бағдарламасына барымыз, кіреміз, сұрақтарға жауап береміз. Бұл сұрақтар сендерге дұрыс па, әлде бұрыс па? Яғни, сұрақтардың дұрыс-бұрысын анықтайсыздар. Бізде саламат орындап шығамын дейді, келіңіз. Яғни, бұл жерде саламат сізге сұрақтар жауабымен берілген. Сіз сол сұрақтың жауаптары нақты дұрыс па, бұрыс па табуыңыз керек. Плюс, минус белгісі арқылы. Плюс дегеніміз дұрыс, минус дегеніміз дұрыс. Ал Семей полигоны үшін 36 миллион гектар жер бөлінді. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Келесі, Дегелең тауы ядролық сынақтың әсерінен жойылып кетті. Минус. Дұрыс дедіңіз. Келесі сұрақ. Орталық Азия елдері ядролық қарудан азат аймақ туралы шартқа қол қойған. Бар жоғы берілген 7 сұрақ, 7 сұрақтың 4-еуі дұрыс. Жақсы, келесі бізде соңғы тапсырма талдау. Яғни жаңа тақырыпты толыққанды қалай түсінгендеріңізді талдап өтетін боламыз. Талдау тапсырмасының сұрағы. Яғни сіздерге суреттер беріледі, суреттерге анықтама бере отырып, суреттерді тиісті орынға сәйкестендіреміз. Мына суреттерді келіп аласыздар, осы суреттерді тиісті орындарына сәйкестендіреміз. Бұл тапсырмаға бізде Руслан мен Аслан жауап береді. Яғни суреттерді сіздер сәйкестендіріп шықтыңыздар. Енді бір ауыз қорытынды сөзбен суреттеріңізді айтып өтсеңіздер. Не себепті ол суретті ол жерге ілдіңіз? Руслан? Себебі бұл Семей полигонындағы ең алғашқы жабылуға ең алғашқы қадам осы Олжас Сүлейменовтің арқасында басталды. Осы кісі арқылы қазіргі таңда біздің ел ядросыз мемлекет болып есептеледі. Жақсы. Келесі сіз. Мен мысалы мына себеп қоршаған ортаның зиянына жатады. Өйткені бұл Семей полигонында ең алғашқы атылған ядролық бомбасы. Бұл Семей полигонындағы жарылыстың қоршаған ортаға тигізген зияны. Осы қоршаған ортаға тигізген зиянның арқасында мутациялар шығып жатыр, жануарлар мысалы. Және судың ластануы, жердің ластануы. Жақсы, рахмет. Жарайсыздар. Ал жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Яғни бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында сіздерден бір ауыз сөз, яғни бүгінгі тақырыбымыз сіздерге қаншалықты тиімді болды. Не түсіндіңіздер? Соны бір ауыз сөзбен қорытындылап өтсеңіздер. Дилназ? Семей полигоны 1949 жылдың 29 тамызында ашылған болатын. Сол кезде ең алғаш ашылды. Оны жабу үшін Олжас Сүлейменов көмектесті, яғни халықты митингке шақырды. Және ол тұңғыш президенттің арқасында 1991 жылы 29 тамызда жабылды. Жақсы, жарайсыз. Келесі, Меруерт. Семей полигонының қоршаған ортаға, табиғатқа, барлық адамзатқа зияны туралы білдік. Жақсы, жарайсыздар. Бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылай өтетін болса, Қазақстан Республикамыз тәуелсіздігін алғаннан кейін 1991 жылы 29 тамызда Семей полигоны жабылды. Яғни біздің Қазақстанымыздың осы сол Семей полигондағы зардап шеккен халқымыздың жан айқайы, солардың мақсаты орындалып, Семей полигоны жабылды. Жақсы балалар, үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмасы Платонус платформасында берілген тапсырмаларды орындау. Және де Семей полигоны туралы толықтырып келу.
бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Енді сіздерді бағалап өтейін. Бүгінгі сабақта Дилназ 5, Алима 5, Саламат 4, Руслан 4, Аслан 5, Жігер 4, Меруерт 5. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.